Ассаляму алейкум достар, бүгін сіздерге өте қарапайым, жасалуы тез, бірақ өте дәмді кекстің жасалу жолын көрсетемін. Ол үшін ең алдымен миксерлеуге ыңғайлы үлкендеу ыдысқа 3 жұмыртқамызды салып аламыз. Бұл кекстің құрамы өте қолжетімді, керек заттардың барлығын видеоға және де видеоның астында описаниеде міндетті түрде жазып кететін боламын. Енді жұмыртқаның үстіне секерімізді салып, екеуін жақсылап үлкен ақ көбік болғанша миксерлеп аламыз. Одан соң үстіне қаймақ қосамыз. Қаймақ менде қарапайым дүкеннің 25% қаймағы, және де одан соң ерітілген сары майды қосамыз. Осы сұйық массаның барлығы біркелкі болғанға дейін тағы да миксердің көмегімен бір араластырып алсақ жеткілікті. Одан соң енді құрғақ ингредиенттерді қосамыз. Ол үшін онды електен өткізіп, аз-аздан қосып отырамыз, бірден барлығын қоспаймыз, және де одан соң үстіне қопсытқышты қосып саламыз. Барлығын күрекшенің көмегімен араластырып, одан кейін үстіне өзіңіз қалауынша әртүрлі жаңғақ, кішіміс, шоколад сияқты заттарды қоссаңыз болады. Менде кішіміс және де шоколад. Табамызды майлап, одан кейін үстіне осы массамызды құямыз. Не болмаса табаға пергамент қағазын төсеп, одан кейін құйсаңыз да болады. Массамызды видеодағыдай тегістеп алып, 180 градуста қызып тұрған пеште 50-55 минут көлемінде пісіріп аламыз. Кекс көріп тұрғандарыңыздай өте биік болып көтеріледі. Хош иісті, өте дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, және де міндетті түрде мен каналыма тіркеліп қойыңыздар.